Енді Мысырдан көшіп шығу жазбасы туралы сөйлесейік. Бұл жазбаның мазмұны көпшілікке белгілі. Ол Мұса пайғамбардың Израиль халқын Мысырдағы құлдықтан алып шыққаны туралы эпикалық баяндама. Бірақ бұл баяндама жазбаның бірінші жартысын ғана қамтиды. Оның екінші жартысында Мұса пайғамбар Израиль халқына жаратқан ие тапсырған 10 өсиетті және киелі шатыр жасауға арналған нұсқауларды берді. Дәл осы ортада жазбаның осы екі жартысын байланыстыратын оқиға сипатталған. Ол әйгілі тау етегінде орын алды. Жақсы, сонымен жазбаның басынан бастайық. Алдымен мына жайтты есте сақтауымыз керек. Бұл баяндама жаратылыстың басталу жазбасындағы оқиғалардың жалғасы. Жаратылыстың басталу жазбасында жаратқан ие Ибраимға оның әулеті арқылы жер бетіндегі бар ұлттардың жарылқанатыны жөнінде уәде берген еді. Сол жазбаның соңында Ибраимның әулетінің Мысыр елінде тұрғаны жайлы айтылған. Содан шамамен 400 жыл өткеннен кейін Мысырдан көшіп шығу жазбасындағы әңгіме басталды. Ибраимның әулеті өсіп өніп, Израиль атты халыққа айналған еді. Бірақ енді үлкен мәселе болды. Мысыр патшасы Перғауын Израиль халқын құлдыққа салған еді. Перғауын шынымен зұлым адам. Ол өте зұлым. Перғауын израильдіктердің барлық құқығын аяқ асты етіп, оларға аяусыз зорлық-зомбылық көрсетті. Ол тіпті жаңа туған израильдік ұл балалардың бәрін Ніл өзеніне лақтырып өлтіруді бұйырды. Сөйтіп ол Израиль халқын жоймақ болды. Перғауын киелі кітапта соған дейін бейнеленген ең залым кейіпкер. Мұнда біз өз ұлын аман алып қалғысы келген израильдік әйел туралы оқимыз. Әйел нәрестесін өзен бетімен ағызып жіберді. Бірақ сәби кішкентай қамыс себетте аман қалды. Себебі Перғауынның қызы сәбиді тауып алып, бауырына басты. Бұл бала өскеннен кейін Израильді құлдықтан құтқаратын Мұса пайғамбар болды. Сонымен Мұса есейіп, көп жылдан кейін бір күні ғажап жолмен жаратқан иемен кездесті. Мұса айдалада жалындап жанса да өртеніп кетпейтін бір бұтаға тап болды. Жаратқан ие Мұсаға бұтаның арасынан сөзін арнап, оны Израильді құтқаратын пайғамбар етіп тағайындады. Содан кейін Мұса Перғауынға барып, оған жаратқан иенің менің халқымды жібер деген бұйрығын жеткізді. Алайда Перғауын мысқылдап, жаратқан ие деген кім деп Мұса пайғамбарды мазақ қылды. Перғауынның бұл бұйрыққа қатты ашуланғаны сонша, ол израильдіктерді бұрынғыдан да ауыр жұмысқа салды. Сондықтан Мұса мұңайған күйі жаратқан иеге қайта оралып, ием, бұл жоспар іске аспайды деді. Бірақ жаратқан ие халықты азат ететін жөніндегі уәдесін қайталап бекітті. Дәл осы жерде біз киелі кітапта бірінші рет азат ету деген сөз тіркесін оқимыз. Оның түпкі мағынасы құлдың құнын өтеп азат ету дегенді білдіреді. Ал бұл жерде жаратқан ие осы сөзді құлдықтағы Израиль халқы үшін өзінің не істейтінін сипаттауға қолданды. Жаратқан ие Перғауынның өзіне қарсы бас көтеретінін білгендіктен әртүрлі 10 апат жіберді. Мысалы, ол суды қанға айналдырды және әр алуан ауру індет жіберді. Бұл апаттар өте сұрапыл болды. Олар шынымен ауыр болды. Бірақ мынаны түсінуіміз керек. Сол Перғауын киелі кітаптағы аса зұлым жәбірлеушілердің бірі болған еді. Ал жаратқан ие оған сол апаттар арқылы әділ жазасын тартқызды. Оның мақсаты құлдықтағы Израиль халқын азат етіп, мысырлықтар табынған тәңірсымақтарды әшкерелеп соттау болды. Мұның бәрі 10-шы апат кезінде шарықтау шегіне жетті. Сол уақытта жаратқан ие бүкіл Мысыр еліндегі әрбір үйдің тұңғыш ұлдарын өлтірді. Бұл өте ауыр апат. Солай. Бірақ ол сондай-ақ Перғауынның израильдіктердің ұлдарын өлтірткеніне деген жаратқан иенің жауабы еді. Енді келесі бетті ашқанда бірден екі ұзақ тарауды көреміз. Онда кешкі ас дайындап, тоқты сойып, етін отқа қақтау жайлы егжей-тегжейлі нұсқаулар берілген. Бұл тоқты айрықша маңызды болды. Жаратқан ие израильдіктерге оны отардан таңдап алып, сойып, етін жеуге дайындауды тапсырды. Олар тоқтың қанынан біраз алып, сонымен өздері отырған үйдің есік жақтаулары мен маңдайшаларына жағулары керек еді. Осылайша, сол үйдегілердің бәрі соңғы апаттан аман қалатын болды. Сонымен, құтқарылу мейрамы деп аталатын бұл кешкі астың екі мағынасы бар. Құдай зұлым адамдарға әділ жазаларын тартқызады. Алайда ол күнәлі адамдардың орнына құрбандыққа берілген тоқтыны қабылдап, оларға рақым көрсетеді. Сол соңғы апат Перғауынның ашу-ызасын туғызды. Содан ол Израиль халқының Мысырдан кетуін талап етті. Бұл керемет қой. Бірақ халық кетіп бара жатқанда Перғауын аяқ астынан шешімін өзгертті. Оның жүрегі қайтадан қасарысты. Сонымен қатар жаратқан иенің Перғауынның жүрегін қасарыстырғаны туралы да оқимыз. Жаратқан ие неге солай істеді? Біз мына жайтты есте сақтауымыз керек. Сол оқиғаларда Перғауын қайта-қайта өзінің жүрегін қасарыстырған болатын. Осылайша,
Сол кезде перғауын зұлым ғана болып қоймай, айуандай зұлымға айналған еді. Тіпті оның кеңесшілері де перғауынды тым шектен шыққан деп есептеді. Ендеше жаратқан ие зұлымдықтың мұндай төтенше түріне қарсы не істеу керек еді? Бұл оқиғадан мынаны көреміз. Құдай өзінің құдіретін зұлымдарды өз зұлымдығының кесірінен жойылуға апару үшін пайдаланады. Перғауын мен оның әскері Қамысты теңізде жойылды, ал Израиль халқы судан өтіп азат болды. Бұдан кейін киелі кітаптағы ең алғашқы мадақтау жыры берілген. Халық өздерін азат еткен үшін жаратқан иені мадақтады. Дәл осы баяндамада құтқарылу сөзі де алғаш рет қолданылған. Бұл қауіптен аман қалу дегенді білдіреді. Енді халық құтқарылған соң бәрі керемет болу керек деп ойлаймыз. Бірақ жағдай тез өзгерді. Израильдіктер ен далада жүріп, шаршап қарындары ашып, өздерін адасып кеткендей сезіне бастады. Сонда жаратқан ие енді не істемек? Ол халықты не үшін құтқарып алды деп таңданасың. Бұл сұрақтың жауабын біз осыдан кейінгі баяндамадан білеміз. Ол бүкіл жазбаның екі бөлімін бір-бірімен байланыстырады.